Баға жетпес ұлттық құндылығымыздың бірі қамшы. Бұл бүгінде әр қазақтың шаңырағына сән беретін ұлттық бұйым. Халқымыздың тұрмыс тіршілігінде, салт дәстүрінде қамшының алатын орны ерекше. Ол бірегей өнер туындысы ғана емес, сый-сияпаттың төресі, ер жігіттің серігі, шаңырақтың киесі саналған. Сол себепті әрбір қазақ қамшының қасиетін біліп жүруі керек. Қамшы қазақ халқы үшін ат мініп жүруге, қолға ұстап тұтынуға, үйге іліп қоюға, сыйға тартуға ғана арналған жай құрал емес. Қамшы қазақ халқының қолөнері мен мәдени өміріндегі, тарихындағы, тұрмыс-тіршілігіндегі, рухани дүниетанымындағы, материалдық мәдениетіндегі көне мұраға арналған жауһар жәдігер. Қазақ халқының салт пен дәстүрі бойына толық сіңірген, атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа ұласып жеткен құнды құрал. Тұтыну бұйымы. Қазақ халқы қамшыдан кие болады, қамшыда ие болады, қамшыда айбар болады. Қолына қамшы ұстанған азамат айбарлы көрінеді. Қамшы ұстанған адамнан жын-шайтан қорқады. Қамшы ілінген үйге жын-жыбыр кірмейді, деп қамшының қасиеті мен киесін еш күмәнсіз сенеді.